жіберіп алайын, записьті жібердім міне. Так, енді разрешить. Міне экран көрінді ғой, да? ЗК жақсы болып тұр. Міне мына монета ғой, алдында айтқан. Міне бера чейн. Вот уже 8,5. Пожалуйста деп айтайын ба? Вот мне мына кездерде айтқан мен. Это когда было, сейчас скажу. Вот на февральдың соңы, потом вот мне марттың, көрдіңіздер ме? $5. Қасқырлар бар ғой уже мына кезде, көрдіңдер ме? 11-ші ма? Қасқырлар бар о кезде уже. Динара ханым точно болды, я помню, Динара ханым купила, кажется. 60% уже беріп тастады 17 күнге. И это не предел, по идее, но просто мына жерде бір деңгей болып тұр, көрдіңдер ме? Прям какой-то сильный уровень. Вот. Мына жерде деңгей болып тұр, көрдіңдер ме? Видно? Немене болып тұр? Уровень сопротивления, видите? 1, 2. Видно. Вот. Прям сильный уровень сопротивления, видишь? Ау? Я. Ага, енді көрдім. Все көрдім. Вот эти места, это означает, что там есть продавец, который стоит и продает сол жерде. Тұрып алып, короче, сол жерден сатып жатыр ғой. Такой же уровень есть снизу, но он не горизонтальный, он уже как вертикально идет. Видишь, вот такой, не вертикально, вот как треугольником кетіп бара жатыр, көрдің бе? Вот. Не клин, это прям восходящий треугольник, эта фигура, не клин. Клинда не бывает вот такой линии ровной. Понятно? Бар ма? Бір связь, ответ беріңдерші ағайындар. Я. Мен экранды ғана көріп отырмын ғой сіздерді. Бұл, короче, былай қозғалуы мүмкін ғой, әлі былай жүре беру мүмкін, көрдіңдер ме? Былай келе беру мүмкін осылай. Потом хоп, дейді, мына жерден, допустим, пробой кетеді. Если его вниз пробьет, он вниз кетеді де, былай астыға қарай. Как, мысал ретінде айтып отырмын. Но егер мысалы мына жерден тесетін болса, біз мына деңгейді аламыз. Мысалы мына 54%. Жоқ дегенде осының 3-тен 1 бөлігі 20%, 15% күтуге болады ғой пробойдан. Допустим, ертең тесілетін болса, бұл мына жерден, либо мына жерден астыға үстіге тесетін болса, 20% міне 10-ға жетіп алу мүмкін, көрдің бе? 10-ға жетсе болды ғой, ол уже психологический уровень ғой 10 деген. Согласны? Ну вот, для новой монеты вот она пришла к 10. Оннан асып кетсе болды ғой, ол уже адамдар 10-ға үйреніп алса болды ғой, ары қарай 15-те болуы мүмкін уже. Адам уже не удивишь его. А пока мына 8-9 для него сопротивление уровня болып тұр, түсіндіңдер ме? А минимальный 5 болып тұр, да, бұда? А монета вообще мне февральдың басында шыққан. Уже 2-й месяц как идет. Ну и количество очень маленькое. А что за ним стоит там, за этой монетой? Это блокчейн, это как конкурент Solana деп алдында айттым ғой, Мұрат аға, сіз болдыңыз, по-моему. За ним стоят 140 миллионов долларов, которые вложили вот эти люди. Вот. Наши деньги, наши. Да, вот, осылай өстіп салған. Мен бұл проект шықпай тұрып 24-тен бері айтып келе жатырмын бера чейінді. Завтра ертең шығады, дайын болыңдар деп. В принципе, нормально. Минимально пока нам дали возможность $5 закупить, получается. Қазір 8, в принципе, тоже қымбат емес, өйткені ертең Solana сияқты болса, өкінесің де сол кезде. Понятно ма?
Саланы қазір 120 ма? саланы 300-ге дейін барды ғой, 280-ге дейін барған. Қазір 130 ба 120 сондай болып тұр. Младший Жус 2 раза Алып қою керек ендеше. Так, и сондай проекттарын мына жерде бізге кім жіберіп отыр? Арман мырза зерттеп қойған проекттарын жіберіп отыр. Это как индивидуальный үй жұмыс сияқты болып тұр ғой бұл кісіге. Түсіндіңіз бе? Хотя мен сұраған жоқпын, ол кісі өзім Нұреке қарай салшы деп нетіп отыр да, поэтому солармен қазір. Қандай монета деді? Что-то жазды ғой, что-то Вот сол қазір жіберген проекттарын бір-бірден қарап берейін деп отырмын. Так, бірінші проекті, так, қазір мына жерге ағылшын тілін қойып алайын. Так, қазір мына жерде бір сообщение келіп тұр еді, маған жауап беріп берсеңші. Ассалаумалейкум, Санжик. Да, я знаю, что ты не продажник, просто как бы ты же роб, может, у тебя твои парни есть, кому надо работать, там еще что-то. Сол себеппен жазған ғой. Так, мына кісі не дейді? Алейкум ассалам, брат. Мен мына ауызашардан кейін кішкене тоқтаппын. Пацан разбудил меня, вот так на пианино играю. Давай завтра где-то түске қарай өзіміз кездесіп, бір ақылдасып алайық. Если все будет тип-топ, то можно к вечеру, я думаю, человека пригласить, если что. Я думаю, все равно в первую очередь нам надо самим сесть, обсудить, чтобы ана кісімен сөйлескен кезде екеуміз екі жақта болмай, заранее кездесіп, бір жақта екеуміз бір бағытта алып, ана кісімен сөйлесуіміз керек деп ойлаймын мен. Все хорошо. Так. Все, кешірім өтінем. Ары қарай жалғастырамыз. Так, басқа кіретін адамдар жоқ, да? Ну ладно. Я вас предупреждал деп айтайын ба? Бүгін андай жоспарламаған эфир болып тұр, но я думаю, ничего страшного. Кірген адам кіреді, кірмеген көреді, записін жасап жатырмыз ғой. Ертеңге эфирді не обещаю өткізуге, если сұрап жатса жауап бере саласыздар ғой. Ертең біраз офлайн кездесулер болып тұр. И аяғы нешеде бітетінін білмей тұрмын да, ана кісілермен жаңа да жазып отыр ғой. Бірінші өзіміз кездесіп ақылдасып алайық, а там дальше больше видно будет дейді. В общем, жоба бойынша сіздерге шет жағасын айта салайын. Қазақстанның на кейбір қалалары бойынша поездка жоспарлап отырмыз басқа қалаларға. Ол кісілер, то есть әртістер, әртүрлі нелерде енді медиа адамдар, олар өз саласымен жүріп жатыр, мен өз саласымен бірге, короче, бір-екі қаланы аралап шығамыз. Жоспар бойынша пока Тараз, Шымкент, Қызылорда, возможно, сол жақтарға қарай жүріп қайтайық деп отырмыз, бұйырса. Соны ертең ақылдасқалы жатырмыз. Егер сіздерде сол жаққа қарай бір бизнес нәрселер болса, дайын өнім болатын болса, хабарлассаңыз болады, сол жақтарға бірге алып кетуге болады да, как рекламный формат ретінде. Соның бәрін ақылдассақ болады. Бұны не үшін айтып жатырмын? Потому что мына видеоның записін салам. Иә, арамызда кәсіпкерлер көп қой. Может, кому-то надо. Так, енді сабақты бастай берейік. Арман мырзаның бірінші жазып жерген токені карф болып тұр. Армашка отыр ма вообще? Отырсың ба, Армашка? Да, я слушаю четко. Все, хорошо. Так. Бағана Бейбіт мырзамен сөйлестік, и кіммен сөйлестік қой? Парасат ханыммен сөйлестік. Жақсы эфир болды, алғашқы немелерін жасап жатыр. Так. Бағана тағы бір кісі сұрап еді, Нұржан мырза мені де қосыңызшы деп. Бұрынғы шәкірттер тоже как вы. Андай паузасы таққан шәкірттер болады ғой, 1-2 жылға. Енді оянып жатыр. Так, сол кісіге жіберіп қояйын, кірсе кірді, кірмесе көреміз. Так.
Болат аға, сіз қашан босайтын болдыңыз? Мен боспын. Жоқ, ана бір уақытыңыз бар еді ғой, сіз айттыңыз ғой алдында бір жұмыстарды босатып, ана қаражатты дайындап жұмыс жасаймын дедіңіз ғой. Иә, қазір мен кейбір жұмыстарым болмай қалды. Қазір жұмыс жоқ. Бір 15 мың ақшама бар, биржада болды. 15 мың аздау болады ау. Менде жұмыс шықпай пока. Короче, пока үйрене Сол береміз сабақты ғой. қарай беремін. Дұрыс. Иә, үйрене беремін. Сосын бірінші деген ертең сабақ басталады ғой. По порядку басынан бастап кетеді. Сонымен оқып отырамын, былай енді по ходу сол жерде түсінбегенімізді сұрап отырамыз ғой. Сіз енді былай банкіге салып жібердіңіз ғой, бүкіл огурцымен бірге мені. Тұздалсаң тұз аласың, тұздалмасаң. Жоқ, ол сізге артық болмайды деп ойлап отырмын. Егер қаламасаңыз. Жоқ, жақсы, наоборот қуанып отырмын. Иә. Егер мен помидормын деп тұрып алсаңыз, помидор болып жүре жеке сөйлесе беремін ғой біраз. Бұл жерде білімді алғанда ол 15 мың ба, не важно ғой ол. Мұнда білімді алу ақшаға байланысты болмай тұр ғой. Иә. Ынта болып тұр ғой, көріп отырсыз ғой, мына группаға уже группаны бастағалы 4 адам шығарып жібердім де. Енді ондай немқұрайлы көзқарас болатын болса, ренжімеңдер деп жасап отырмын. Оданша орнына огурчик болам деген адамдардың бәрін огурчик қылдыра беру керек қой. Или қияр деп айтайын ба, қалай айтады сіздер жақта? Так. Иә. Дұрыс, иә. Так, ладно, жіберіп қойдым, главное. Кірсе кірді, кірмесе қойды. Так. Ана кім еді біздегі, кім тірі ма вообще, ана орыстың аты кім еді? Артеммен бүгін сөйлескенмін, иә, нормально. Тірі болғанда мен оған айтып қойған, бізде праздник болып жатыр, пока біздегі тиіспе деп айтқан. Қазаны алма деп па? Иә, пока демала тұршы деген оған. Ана бізде группа бар ғой, боттармен жұмыс жасайтын, сол жерге ұра берсеңіз болады, если срочно бірдеңке болып жатса, Артемнің өзіне жеке ана несіне группаға жазып, Артем деп белгілесеңіз жауап береді. Так. Мен бе? Бот бойынша сұрақтар болып жатса дегенім ғой шоғыл. Иә, жоқ, оған жаздым мен. Содан кейін өзім шұқлап тапқаны, рахмет дедім. Жоқ, дұрыс. Ол да дұрыс. Так. Жылдам ботты көрсетіп салайын ба? Ау? Жылдам ботты көрсетіп салайын ба? Сұрақ болып тұр ма? Ботты жылдам көрсетіп салайын ба деп отырсыз. Көрсетесіңіз, аха. Қазір 1 минут. Миллиондар қанша миллион көрсетіп көрейік. Жоқ, Мұрат аға нәтижесі нормальный, уже оңғарды қуып жетіп қалды ғой деймін. Оңғарды қуып жетіп, сәл қалғанда ана кімді, как о, қуып жететін сияқты мына түрмен. Жансая ханымда. Жоқ, мен что-то тормозит что-то. Қанша суммамен көреш, Мұрат аға? Жоқ, Мұрат ағада 52 ма сондай болып тұр уже. Оңғар басып жатыр, оңғар білмеймін ана жерде не істеп жатқанын. Что-то өзгертіп жатқан сияқты, өзі $80 шығып апты уже. Жансая ханым 160-та. Получается, оңғар уже қуып жетіп бар жатыр да Жансая ханымды, түсіндің бе? Иә, оныкі қанша суммамен, Нұреке? Оңғардың суммасы азырақ Жансая ханымнан. Әне менікі. Вот 52. Сіз мүлдем кеш қостыңыз ғой Жансая ханыммен салыстырған кезде, сіздердің араларыңыз, по-моему, 2 апта ма, 10 күндей болды ғой деймін араларыңыз. Жансая ханым бірінші күннен келіп жатыр ғой. Где-то 7 күн ғой деймін. 7 күн бар. Ол кісі де бірі күні, даже февральдың соңғы күнінде бастаған ол кісі.
Ал сізде, получается, 10 дарынама, иә? После 8 марта, по-моему, вы включали. 7 марта. А, 7 марта ма? Ага. Міне. Мгм. Что-то былай нете береді. Ну, это ничего страшного, да? Да, желтый. ничего страшного, он просто баға түсіп кеткен ғой, анау Binance'та тұр ғой бұлар, иә? Binance'та. Жартысы Binance'та, жартысы неде. Которые на И этом, потом это, ана неде потом тұр ғой, это, это, как его РКО-да называется? ақша бүтіп отыр. Вот, сюда надо чуть-чуть добавить надо. Или кого-то пригласить, астыңыздан, мысалы, бір адам қоссаңыз, о, сізге $25 түседі ғой. Он уже біраз уақытыңызды перекрывать етеді де, түсіндіңіз. Поэтому айттым ғой алдында команда жинаған тиімді деп. А как это, вот как выводить это? Заводить Вот сюда 50 денежку, долларов. заводить. Нет, выводить. Вот, Тоже например, сол который РКО-мен сделал- шығара бересің. Қалай шығарады оны? Жаңағы жерге кіріңіз, вот где человечка нажимаете. Так. Вот РКО деп тұр ғой, вот 0,69, соны нажимаете. Аха, и осы жерде мына sell деген вывод, buy деген ввод қой. Ага. Вот sell деп басатын болсаң, на свой Binance можно вывести через сеть Tron. А buy десең, со своего Binance или Bybit можно сюда завести, короче. Сюда, на РКО, да? Иә, РКО болғанда UGT қылып сала бересің, ол мына жаққа РКО болып түседі. 1 к 1 там, короче. Ну, я походу думаю, на днях уже закончится. Как закончится, он тоқтап қалады ғой, иә? Да, тоқтап қалады, поэтому надо, ну, хотя бы бір 5-10 доллар саласаңыз, я думаю, ничего страшного. Қазір салып жіберсеңіз болады, могу сейчас показать, бір 5-10 доллар бос болса жібересіңіз. А қайдан салайық? Binance'тан ба? Bybit'тен ба? Без разницы, где у вас UGT есть свободный. Ну, у меня же сейчас... Так, нет. Завтра, в принципе, завтра у меня будут. Завтра, наверное, сразу USDT саламыз, наверное. Я вечером Можем, позвоню, бар ғой, как ана Bybit'тен какой-нибудь ордер продать на 10 долларов и перекинуть. Просто қазір бос болып тұрмыз ғой. Ау, мына мысалға сұрап жүрейінші, иә. мына РКО 25 РКОны алу үшін Иә. полный соц пакетті алып барып кірген кезде береді ғой да оны. Соцпакет болғанда ана годовой подписка алады ғой 150 долларға, соның 25-і сізге түсіп тұр. годовойды алған кезде 25 береді да тек. Тек 25 болғанда оны қалай көбейтуге болатынын саған түсіндірдім ғой алдында. Не, оны әңгіме жоқ, оны түсініп тұрмын. Просто Иә. если мына бір жылдық несін сатып алмаса 25 бермейді ғой да. Бермейді, бірақ ол кісінің оборотынан ботты қосып отырады ғой ол кісі. Соның оборотынан РКО түседі бәрібір саған. То есть сенің артыңнан мықты трейдерлар кірсе үлкен оборотпен, бәрібір саған РКО плюсым түсіп отырады, даже подписка алмаған күннің өзінде. Иә. Қасында просто балалар бар еді, соған неше етіп атқаным ғой. Түсіндір. Жо, астыңа өз андай роднойларың болса, любой адамды кіргізе бер, потому что олардың объемынан бәрібір РКО түседі сағанда. А ол егер мысалы ондай нәрсе болмаса, ол комиссия бәрібір робовалютқа кетіп отыр ғой, а робовалют просто сендермен, біздермен бөлісіп отыр ғой сол табысымен, түсіндің бе? Все, понял. Жалпы сұрап атқаным ғой. Сонда где-то мындан где-то 60 шығады, где-то у меня так. Я қазір 51 ғой. Иә. Тағы 2 күнде сол 60 шығады шығар. Я думаю, шығу керек, иә. Это где-то 5% где-то выходит, да? Но у вас вот эта сумма, которая на Bybit'те стоит, она сатылмай тұр, видимо, баға түсіп кеткен ғой деймін. Вы можете его либо частично, либо дальше ждать, потому что оно просто қозғалмай тұр ғой, ақшаңыз, түсіндіңіз бе, он у вас стоит. Я тоқтап Да, қалды что-то. частично можете продать в убыток, грубо говоря, в небольшой убыток, чтобы его заново завести. Чтобы оно қазіргі күндер тоже торговало. Либо можете туда докинуть, если свободные деньги есть. Лучше докинуть, наверное. Ну как вариант қой, көресіз ғой. Жарайды, көрейік. Либо можете частично продать, тоже вариант, чтобы бос тұрмасын десеңіз. Да, вы там где-то... Қанында где-то 160 шықты, иә? 2000 доллар. 160 шығып тұр, да, ол кісі 160. Мен проектімді ұмытып кеттім
Сондай қызық эфир болайын деп тұр, Так. Ну, болды ғой, в принципе, Мұрат аға, сұрағыңыз. Если что, ертең жасай саламыз оны. Ертең іште решим это. Так, Арман Анағы мырзаның. Бера деп шығады ма? Бера деп шығады, Бера. Вера Чейн, да? Бера. Там медведь нарисован несінде. Орысша, я? Берік сияқты ғой, берік сияқты. Бера, міне. Көріндер ма? Көріп тұр ма экран? Я көріп. Міне котировки деп көрейік, қай жерде сатылатын. Может, Binance'да жоқ па? Жоқ, Binance'да бар уже. Бүгінгі сутка за сегодня уже 13% беріп отыр ғой негізі. Бүгін таңертең алсаң, қазір нормально өшеді уже. Ну, ничего страшного. Так, бірінші проект. Армашка. Менің WhatsApp'ым бар ғой. Менің WhatsApp'ыма, Instagram'ыма негізі бір адам керек бар ғой, мыналарға жауап беріп отыратын. Маған беріп қойшы, Нұреке, жөтті деп ұйықтатайын. Жоқ, маған қасымда жүретін адам керек қой, ананы беріп қоятын. Сен ар жақта басың айланады ананы. Жер айналайын, қасында жүрем ғой қасың. Ау? Қалай дейсің? Деймін де. Деңгіздегі айлығымды білсен қасынан шықпаймын ғой қорсын. Қанша алып жүрсің Теңгизді? Мен ойланайын. Айына 500 мың алып жүрмін. Сен өз машинамен жүрсің ба о жақта, или солардың машинасымен жүрсің ба? Жоқ. Компанияның машинасымен 500-ді екіге бөлесің ғой. Қалай екіге бөлесің? Месяц работаешь, месяц отдыхаешь. Все думают некоторые, кто в Теңгизе работает, миллионер деп. Қайдан білсін, месяц работать етті маған. Так. Ал кеттік, Карф дейді, бірінші проект. По-моему, бірге бір қаратып қой деймін осыны. Менде биелердің ішінде тұр екен, мен уақытша қараптым, походу бірге қаратып екен. Қазіргі бағасы өте тиімді болып тұр. Тағы не айта аламын? Эмиссиясы бойынша жақсы, өте көп емес. Айдостардан сәл көбірек, 200 мың. Айдостар 800 миллион болып шығады ғой. Мынау 1 миллиард болып шығып жатыр. Так, что еще? Fundraising. Кстати, кім кірмеді? Мұрат аға, сіз кіретін болдыңыз ба айдостардың проекттарына, или что? Сейчас немножко приторможу, наверное, блин, тут. Ертең тойға кетем. Понятно. Бажамды той, ертең выезжай с утра. Той 50-ге толады. Вот, мынау получается біздің не? Fundraising, Карф проекттікі. 94 миллион жинаған, скорее всего, осы нәрсе ұнаған сияқты ғой Арман мырзаға. Өте көп нелер болған, сатылымдары, сид раундтары, прям кішкентай болса да өте жиі болып тұрған. И постоянно қатыса берген ғой адамдар 22-ден бері қарай. Прям өте көп сатылым болып жатыр. То есть команда постоянно жұмыс жасап жатыр да, анандай тұрқап, бір жерде тұрып қалған жоқ та. Ол жағынан плюс. Біріншісіне қарап отқаныңыз? Карф деген проектті қарап отым, міне. Қазір графигін қарап көрейін, вообще қай кезден келе жатқан проект. Свежий проект, октябрь, былтырғы жылдың октябрында шыққан, потолок $1,5 дейін барған. Кем дегенде сол деңгейге қайтып бару ықтималдығы бар. А ол қазіргі жерден жоқ дегенде 3 есе, 4 есе беру мүмкін де сонда. Поэтому неплохой вариант. Прям андай 100% айғыр деп айта алмаймын, но
Если что, иметь в виду можно на Gamify. Игровой монета ғой, короче, крипто ойындарға қатысты сала да. Так. Так, екіншісі кри деп тұр. Ну-ка көрейік. Ананы давайте былай істейік. Жаңа карф дегенге мен баға қойып отырайын өзім үшін. Бір неме деп айтпай қояйын. Там 10 по 10 баллке мен бұған мөлшері қанша қоям? 4 деп бастайықшы пока что. 4 балл қоям. Жаман деген белгі емес бұл. Просто такой среднячок. Среднячок. Так. Даже 4 демей қойшы, 5 дей салайыншы, потому что проект свежий. Просто игровой болғаннан кейін қазірге не сезон болуы мүмкін де, біраз уақыт әлі қылауы мүмкін. Так. Екіншісі кри. Экран қосылып тұр ғой, е? Так, Кри Network деп тұр. Так, что тут с интернетом? Интернет па или что? Код файл. Криптаранг, хосттың ошибкасы болып тұр дейді, прикинь. Интересно. Мынаны көрсетпей тұр, прикинь. Или монета істемей тұр ма, или криптаранг істемей тұр ма. Жо міне қосылып жатыр ғой. Так. Бешарам басы айланып кетті оны. Көрініп тұр ма сіздерге? Прямо анандай бір типа қарама деген сияқты белгі болып тұр. Аңғара көрсетпей тұр. Интересно. Ну-ка басқа монетаны қарап көрейікші қазір. Неге олай екен? Не знаю даже. Может сайт дұрыс істемей тұр ма? Оны на последний қылып қойшы онда. Так, Starknet деп көрейік. Может сайт істемей тұр ма? Жоқ, мына қара Starknet ашылып тұр. Ше. Міне Starknet. Ну, Starknet крепкий проект, он динозаврлардың бірі тоже, ескі проекттар, но баға жағынан, точка жағынан, қазіргі баға жағынан тоже жаман емес. Ана криптаран кішкене қуып тұр ғой деймін. Токеномикасы үлкен, 10 миллиард. Қазір нарықта 27%. Апрельдің 15-і разлог болады, соған дейін құлауымыз мүмкін негізі. Starknet EVM несовместимый языка рула, построенный поверх эфириума дейді. Мне крыло без разрешения. Он работает как сеть L2 над эфиром, позволяя любому DApp достичь неограниченного масштаба для своих вычислений без ущерба для композитности и безопасности эфириум. Starknet опирается на самую безопасную и масштабируемую систему криптографического доказательства Stark. Уникальный проект вот тоже. Кезінде біраз ақша жинаған, просто ескі проект демесең 22-де көрдің бе? Міне графигі. Өте төмен болып тұр негізі бағасы. Былтыр осы кезде шыққан ғой. Былтыр осы кезде шыққан, потологы где-то мына жерде $5 деп тұр, но нормальный потологы $2,5 болған. Қазір 17 цент болып тұр ғой. Получается почти 10 есе
түсіп кетіп тұр ғой бағасы. Алып қоюға болады, өйткені командасы в принципе жұмыс жасап жатыр, проект живой. Так, телеграмын көре салайықшы, твиттерін. Ну-ка. Или менде ақау болып тұрмыз, өтші. Мен қазір мына Wi-Fi-ді ауыстырып көрейінші. Өшіп қалса қайта кірем. Окей. Так, қосылды ма, бар ма? Все слышно, видно, да? Да. Так, Иә. қазір көрейік. Үйде екі Wi-Fi тұр ғой, короче. Жоқ, но походу на нелері дұрыс болмай тұр ғой деймін. Почему? Включить веб-сайт. Сайт істеп тұр, міне сайтым мынандай. Твиттері. Или твиттер ауысып кетіп тұр ма? Мен твиттерім дұрыс істемей тұрған сияқты. Дауысым бөлініп тұрған жоқ па? Нормально келіп жатыр ма сіздерге? Иә, әдемі тұр. Онда твиттер бірден Жалпы қасыңызға кейде андай балға деген инструмент бар, бүкіл жұмыс жасап тат. Интересно. Короче, хорошо, без твиттера обойдемся. Ну, в общем, в принципе, Starknet жақсы проект. Айғыр деп айтпаймын, но поторговать можно. Жаңағы Карвпен салыстыратын болсақ, ну, наверное, чуть лучше Карва будет, потому что ол уже өзін көрсеткен. Біраз адамдары бар, міне сеніп отырған адамдары да бар, көрдіңдер ме? Так, бағаларын жаза салайыншы сразу. Starknet 0.1. 0.18 бүгінгі баға, бүгінгі дата нешесі? 27 март. Так, бұған 6 деп қоя салайыншы. Хотя 6 көп, негізі 5 сол тоже. По 10 балке 5 деген баға қойып отырмыз бұған. Так, бар да. Қызық, адамдарға сілтеме жібердім, кірмей жатыр. Ладно. Так. Бағана криді көре салайық, қайтарам, может, появился. О, ашылды ғой мына. Вот, блокчейн сервис дейді. Cry Network. Арбитрумның несі екен, баласы екен, грубо говоря. Так, өте свежий проект сияқты оны, я, Армашка? Иә. Походу, бүгін шықты ма, қашан? 21 наурызда шығыпты. Так, сравниться. Мына қара, биткоинмен салыстырып жатыр мұнаны. Соңғы бір аптада биткоин өсіп жатқан кезде бұл да вроде өсті. Биткоин мына жерде өсе бастады, мынау құлай бастады, көрдің бе? Как бы әлі биткоинмен бірдей қозғалып жатқан жоқ, көрдің бе? То есть биткоин наоборот, керісінше ма? наоборот кетіп жатыр.
более менее андай қызықты болатын нәрселер, мысалы міне мына жерде биткоинмен жүрген көрдің ба? Мына жерде биткоин өсіп жатты, мына жерде жүрген, потом өсіп кетті. Это о чем говорит? Аудиториясы кішкентай болып тұр да, адамдар көрмей қалып тұр ғой әлі. То есть жаңа проект болдарда обычно болады осындай. Бірақ алып қоюға стоит па екен? Бола ма? Қазір көрейік. Мекста ғане торговля жасайды. Мынаны 2-ақ адам көрген ғой, мынаны қайдан тауып аласың? Так, несін көрейік? Мен и сосын тағы біреу көрген сияқты. Мен и сен, иә, сол сияқты болып тұр ғой, типа. Иә, солға. Және өзім деп. Мынаны қара, мынаның твиттері ашық тұр, қызық. Жаңа твиттерлар ашылмай қойып еді ғой. Міне өте свежий твиттерлар. 65 мың адамы бар екен. Так. Бірақ анада 2-ақ адам қарады, 65 мыңында болса бір түрлі екен. Иә. Сондай қызық болып тұр. Так. Мексқа шыққан. Так, community channel. Cryon Network. Просто Мекста анандай скамдар көп болады да, олар шыққан кезде нормальный болып шығып, потом жоқ болып кету өте жиі кездеседі Мекста. Маған сол жер ұнамай тұр. Ол там енді токеномика, жалпы Мекс деген биржаны айтып отырмын, иә. Мына жерде мысалы қасында хотя бы тағы бір 2-3 биржа болатын болса, кішкене сенім болушы еді де. Түсіндіңіз ба? Или мысалы фандерайзинг болатын болса, иә? Түсіндіңіз ба? Фандерайзингтер жоқ та, демек инвестор ағашқалары, көкешқалары жоқ, өздері шығып жатыр да. 500 мың, міне 500 мың токені бар, енді эмиссия жағынан қатырып жатыр, эмиссия өте жақсы. Твиттер вроде живой. Так, мына жерде, мынау сайтын бір қарай салайық. Сайт тоже маңызды. Сразу айтам, міне мына жерде сайттың дизайны маған өте ұнап тұр. Мынандай сайттарды өте жиі, өте сирек кездесетін, көрдің бе? Бірінші рет көріп отыр мынандай сайт оңға қарай қозғалатын, көрдің бе? Мен астыға тартып жатырмын. Өте қызық идея екен. Жалпы алғаш бірінші рет көріп отырмын, сайтта өте ұнап отыр маған. Шын айтам. Бұның өзін ойлап табудың өзі біраз нәрсе ғой, мысалы. Көп адамдардан ерекшелігі болып тұр ғой, түсіндіңдер ме, басқа сайттардан? Бар ондай, иә. Мынау NFT ма, мынандай қара. Шын айтам, мынандай сайт басқа салаларда көрген жоқ, мынандай сайт. Мынау бір суретке жақын ау мына проект, көрдің бе? Көп суреттер бар екен. Потом мына жерде міне сілтемелер бар, осыларды жеке бір қарап шықсаңыздар болады. Мен каждыйына үйтіп кірсем, қазір таң атқанша отырамыз, ана проекттардың бәрі қарастырылмай қалайын деп тұр. Бірақ сайты ұнап тұр, сайт жағынан прям өте жақсы ұнап тұр. Так, келесі қандай сұрақ бізде? Ақыр енді обозревателі бар, соған кіре салайық. Мына жерде арбитрум сетіне обозреватель, енді полный обзор жасап жатырмыз ғой, мына тачка на прокачку сияқты. Мына жерде холдерларын көрейік. Холдер деген основной держательдары. Опа, вот это Апасян, көрдің бе? Түсіндіңіздер ме мынаны? Да, любой время может кинуть. Вертяк қой, мына бүкіл количествосы бір адамның қолында тұр, бір-ақ адреста жатыр. Ой, ол даже биржада емес, биржаға Мекс-қа 2% салған, көрдіңдер ме? Мекс-та міне 10 миллионы бар. Қалған мына 1040 миллионы өзінің қалтасында жатыр да. Қазір Мекс-та көтеріп, мынаны бір күнде жоқ қылуы мүмкін. Мынау о жағынан өте қауіпті. Понятно?
Я уже ана $2 кезінде сатып жүрген сияқты ғой бұл. Я, ано даже там $1 барса да оларға жетіп жатыр, ано страшный ақша ғой. $1 мынаншама миллион сатсаң қарасашы. Это 500 миллион доллар болып кетейін деп тұр $1 сатса. Но олар үлгермейді $1 сатып, но при этом көп адам попадал болады ғой мына жерде. Міне мына жерде біреу 140 мыңға алыпты, көрдің бе? Біреу. Қораға кіріпті ғой. Жоқ, қора болғанда бұл анандай прям қора деп айта алмаймын. Неге? Өйткені монетаның шыққанына көп уақыт өткен жоқ қой. Бәлкім мынаны қазір өстіп тұрып, ертең дамытатын шығар, анда-мында бөліп, там Binance'қа 100 миллион кетеді, анда кетеді, мында кетеді, сол жасалатын болса нормально. Просто қазір бастапқы этапта өте қауіпті мынаған қазір кіруге. Өйткені 99% бір адамның қолында тұр ғой, түсіндің бе? Ертең настроениясы болмай қалса, қолында алақандағыдай деп тұрсың ғой. иә, сол адамның қолында тұр да ақшаң, өте қауіпті. Енді айдостармен салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, айдос мына жерге 17% салып отыр ғой бастапқысына. Мынау 2% деген күлкілі ғой, мынау не? Өте күлкілі. Типа биржаға 2% беріп отыр да, ол өте бір не де ондай. Көбірек беру керек еді бәрібір. И жалпы өте аз, 65 мың адам қарап отырған проектқа 3ақ холдер деген өте аз. То есть комьюнити өтірік болып тұр ғой, түсіндің бе? Егер сатып алу мүмкіндігі болып тұрса, 65 мың адам мынадан жоқ қылады ғой, бәрі $1 алса да 65 мың адрес болу керек қой, мына жерде 3-ақ адрес тұр, көрдің бе? Қолдан жасанды да болуы мүмкін. То есть мына крайға мен осы жерден даже тоқтата салам, скорее всего. Ары қарай зерттеу қатты маңызды емес, өйткені риск жағы өте жоғары болып тұр да бұда. Мына край, мына край енді 1 демеймін, 2 деп қоя салайын, өйткені сайты ұнады. Телеграмы бар, ашыладық, соған да шүкір деген сияқты да. Арбитрум сети жаман емес. Алдаған кезде де жақсалдайды екен, бірақ тап қойшы. Нормально болып тұр. Мысалы, мына обозревательді көрмегендер сеніп кіріп кетуі мүмкін жаңағы жерде. Ал ана обозревательден қарап алдық, ақша деген өте қауіпті, бір адамның қолында тұр. Ертең жоқ болып кетсе таппайсың да, короче, понятно, да, примерно қалай анализ жасалған. Так, келесі проект. Қалғандарына түсінікті болып жатыр ма, Мұрат аға, Болат аға? Иә, қарап отыр, тыңдап отыр. Түсініп отыр. Сол арасында дауыс шығарып қойып отыр. Апасян деп жазып. Апасян ма? Өте Апасян. Міне мынандай Origin деген бір проект шығыпты. Бірақ маған сразу мына несі ұнамай тұр. LGNS деп тұр ғой. Монетаның аты. Міне LGNS деп тұр ғой. Анау айтылуға, есте қалуда қиын болып тұр да. Келісесіздер ме? Неге NS деп қоя салмады, неге GNS деп қоя салмады, мынау не LGNS деген кішкене аты, аббревиатурасы ыңғайсыздау болып тұр да. Или мысалы, мына проекттің аты Origin болса, неге Ori деп қоя салмады деймін да. Түсінікті ма? Енді әр адам өзінің проектісі өздері қарайды ғой дейді. Жоқ, анау типа 4 адам қосылды, там Лаура, қандай адам бар, Геннадий, Нұржан, Саят деген сияқты көрінді. Сондай ма, не ол? Бір мағына болу керек қой мына жерде. Неге мынандай? Протокол Origin деп шығып тұр, хорошо. Қайтаран айтамын, не жоқ, фандерайзинг жоқ, нелері жоқ. Получается, тікелей инвестор болып жатқан ағалар жоқ. Екінші, QuickSwap дейді, бұл шығып жатқан жерін тоже тексеру керек. Мен мұнамен жұмыс жасап жүрген жоқ. Мұна, скорее всего, DEX биржа. Кәдімгі централизированный биржаларға әлі шықпаған. Ол плюс та болуы мүмкін, минус та болуы мүмкін.
Так, тарихы өте свежий проект. Так. Ну, обозревательді көре салайық сразу Polygon Scan арқылы. Вот, міне көрдің бе? Жаңағы екеуін салыстырсаң, мына кірімен бірге салыстырған күннің өзінде мына проекттің ішінде уже 450 мың адам бар. Көрдіңдер ме? Жақсы ғой Нұреке. Жақсы, жаман емес. Жаңағы кірімен екеуін салыстырып отырмын, түсіндің бе? Да. Там 3 человека сидит, а здесь 450 тысяч уже в этих монетах сидят. Единственное, мне мына жердегі мына 78% деген долясы қауіпті, но не настолько, 98 емес ол уже, көрдің бе? То есть, возможно, мынау бір биржаға бөлінген токендар екен, сондай бірдеңке болуы мүмкін. Ну, негізі мына жерде 30%-дан астам болса, уже қауіпті негізі. 40%, 30%, 78 тоже қауіпті, бірақ енді 98 сияқты емес те, өйткені міне мына жақта көп адамдарға мынау, видимо, airdropпен таратқан ғой, көрдіңдер ме, әртүрлі адрестарда. Міне 7000, 5000 штук, 500 штук, 400 штук, мыналар көп, не көрдің бе адрестар. Скорее всего, airdropпен или бір сатылым болды ма екен, жабық сондай бірдеңке. Longinus, LGNS дейді. Сразу белгілеген айтатын нәрсе, мына жердегі аты, ана жақтағы аты сәйкес келмей тұр да, какой-то бір авария бар. Міне мына жерде Longinus деп тұр, и поэтому мына жерде түсінікті да LGNS деген аты. Ал жаңа ар жақта көрдік қой, ар жақтағы аты Origin болып тұр, байқадыңдар ма? Понятно? Короче, какой-то бір сұрақ болып тұр ғой, гәп болып тұр ғой, кішкене. Чё за фигня деген сияқты ғой, типа. Неге мына жерде Ермек деп тұр, ана жерде неге Қайрат деп тұр деген сұрақ қой, грубо говоря. Так, Telegram, Twitter'ын қарайық. Чё-то мыналардың бәрі икона қойып салған, не Иса ма, но? Бағана оның алдындағы да осындай бірдеңке болды, е? Еще $17 тұрады өзі. Бағасы да қымбат болып тұр, е. 60 мың, бағасы қымбат болып тұр. Но оның сатылып жатқан жері де непонятно болып тұр, поэтому ол не үшін қымбат, өйткені анандай сатылымда аз болып тұруы мүмкін де количествосы. Қазір несін көре салайықшы. Эмиссиясын көре салайықшы сразу. Эмиссия. Блин, эмиссиясы қайда? Армашка эмиссиясы қайда? Эмиссиясын қайдан көрдің? Білмеймін. Количествосы жоқ қой ма? Қанша монета болатын? А, мне тұр екен. 150 мың штук екен, мынау, какой-то непонятный нәрсе, қауіпті. Общий 150 мың штук қой, түсіндіңіздер ме? Биткоиннан да аз ғой, мынау өте қымбат нәрсе болу керек қой, короче. Қауіпті мынау бар ғой, мынаған осы жерден бір қоя салайыншы. Непонятная тема, өте непонятная. Origin, LGNS. Короче, бұған сайтын жарайды, шанс берейік, сайтын қарасайықшы. Ну, количество несерьезно, 150 мың штукты кімнің аузынан табасың, ё-моё. Не дейді нау, нан дейді, нан қара, февраль 24 дейді, что-то нау. Сайты несерьезно сияқты, е? Қалай қарайсыңдар? Өте арзан сияқты мына сайт. Мынау одностраничный лендинг сияқты анандай обычный болады ғой, там. Жарты сағатта. Короче, сайты өте нашар сияқты менің ойымша. Мынау астыға түстін, болды, бітті. Анандай прям күрделі ештеңке салмаған да.
Короче, единица, да? Единица, да. Вообще ана сайтына уақыт кетірмеген сияқты. Типа жасайсыңдаршы әйтеуір өтсе өтті, тисе тасқа, тимесе басқа. И так сойдет, короче. Сондай болып тұр ғой, көрдің ба? Уже бір жерде и так сойдет жасаса, олар ертең сіздерге де солай қарайды да, ол адамдар. Короче, каждый монетамен адамдар отношение құру керек қой. Енді zkSync-ті жазыпты, бұл жерде zkSync. Понятно, тут даже енді единственное балл қоя салайын. zk твердый 7 қоям. zkSync-та шанс бар. Да, он старый проект, но оның кезіндегі бағасына қайтып келу шансы өте жоғары. Міне мына 0,7-ден ол смело 28 центқа қайта барып, даже $1 барып қайтуы мүмкін біраз уақытта. И по количеству неплохо, и разлог. В принципе, уже өз орнын тапқан проект қой бұл. Просто күту керек. Такой нормальный. Комьюнити көп па? Иә, комьюнити бар да уже бұның. Сеніп жатқан адамдар бар. Қазір твиттеріне кірейін. 15 минуттан кірем жігіттер. Міне қараңыз. 150 миллион подписчигі бар ғой, уже түсіндіңіз бе? Мұрат аға? Я көріп тұрмын. Вот, и компания живая, смотрите, видите, на стене написано. Адамдармен кездесіп жатыр, өз түрлерін тықпайды, міне көрдің бе? Мынау міне 20 наурыз, мынау 4 сағат бұрын міне бір движениялар болып жатыр да, көрдің бе? Осындай болу керек қой проект. Ау? Основа на чем она? Так, чем занимается? Да. Так, zkSync это EVM совместимый с Rollup. Грубо говоря, эфириумда жақсартатын нәрсе ғой. Zk Rollup, он использует доказательства с нулевым разглашением. Тоже блокчейннің бір түрі ғой. Вот, единственное, вот, скорость, высокая скорость. 2000 транзакций в секунду, это очень хорошая скорость. Секундына 2000 транзакций жасаймыз дейді. По сравнению с 14 транзакциями в секунду на L1. А L1 деген, мысалы, эфирдімен салыстырып отыр ғой, мысалы. Олар секундына 14 транзакция жаса, мыналар 2000 транзакция жаса, разница бар ғой. И комиссия тоже төмен деп тұр да, zk-мен жіберген кезде. Основной негізі эфириумның семьясынан шыққан, эфириумның отбасына жатады. Эфириумның үстінен жасалған блокчейн ғой, получается. Ну, такой эфириумның магасына маңызды, екеуі как союзник қой, мықты союзниктар да эфириумның. Эфириум өскен кезде zk-ны да бірге алып кетуі мүмкін. И наоборот, zk өскен кезде эфирға да әсер етуі мүмкін. Маңызды нәрселерден қазіргі баға өте жақсы болып тұр. Плюс июньнің 17 күні разлог болады. 3% шығады нарықтан, өте үлкен процент, по идее. Сол кезде құлап кетуі мүмкін. Можно сейчас чуть-чуть купить, и июньда тағы да чуть-чуть купить. А так, ну, білмеймін, мен сеніп отырмын, 7 ставлю бұл проектқа. 7 ставлю. Так. Менің списоктарымда бұл бар в любом случае. Бұл айғырлардың ішінде бар. Поэтому тут қатты не керек емес. Redstone бұл свежий проект, осыны алдындағы эфирларда бірге қарастырғанбыз. Қазір баға орташа деңгейде тұр, эмиссия жақсы. Келесі разлог чуть ли не через полгода 25 сентябрінде болады. 160 күннен кейін. Ол өте жақсы, бағаны құламауына себептердің бірі де. Қатты құламайды, өйткені разлог жоқ та, жаңа токендар шықпайды пока. Так, Pafandam. Ну, Pafandam тоже неплохо. Бірінші Binance'қа шыққан, оның алдында 22 миллионмен бастаған. Свежий проект. Хороший, бұған, в принципе, тоже где-то
Ну, шестерку ставлю буган. Почему шестерка? Потому что семерканы ЗК-ға беріп қойдым. ЗК мощнее будет. Только из-за этого. Ред тоже неплохой вариант. Но шестерку ставлю. ЗК-ның бағасы қанша болды? Жаңа 0,07 было. Вот ЗК если взять. Для сравнения екеуінің эмиссиясын салыстырайын. Вот здесь у нас 1 миллиард, да, количество. И цена 58 центов. Редта 58. Енді ЗК-ны қарайық. ЗК бізде 21 миллиард, то есть 20 есе көп те несі, количествосы. Бірақ бағасы 7 цент. То есть ЗК-ның қазіргі бағасы эмиссия екеуін салыстыратын болса, ЗК намного интереснее смотрится. Понятно, да? То есть, несмотря на то, что проект старенький, ЗК, старенький болғанда қашан шыққан? Міне июньда шыққан былтыр. Бір жыл болып қалды примерно. А Red вот енді шықты, соның өзінде де жақсы ұстап тұр да деңгейлерді. Капитализация мысалы мына жерде міне рыночный капитализация 283 миллион болып тұр. ЗК-да, ал Red-та қазір айтам қанша болып тұрған. Редта 160 миллион болып тұр. То есть по капитализации ЗК 2 есе мықтырақ болып тұр да, поэтому мен ЗК-ны Редтан төмен қоя алмаймын. Екеуі примерно... Ну, понятно, да вам? ЗК-ны нема июльде алып тастасақ болады ғой да, как раз түскен уақытта. Можно соны күтсеңіз болады, қазіргі бағада жаман емес. Июльде неге түседі ол? Өйткені ЗК-да разлог болып тұр сол кезде. Жаңа түсіндірдім ғой. Міне 80 күнде 17 июньда разлог болады, көрдіңдер ме? Разлог деген это как? Новые продукты появятся, новые ЗКшки родятся сол күні. И большой объем родится. То есть қазір нарықта 17% болса, сол күні 3% қосылады, а 3% это үлкен объем для монеты. Понял. То есть қазір нарықта где-то қанша миллион, бір 5 миллиондай болып тұр ма? 3 миллион болып тұр, көрдің бе? 3,5 миллион болып тұр. Қазір нарықта количествосы 3,5 миллиард болып тұр. Количество ЗК. Ал июньда тағы да 770 миллион токен қосылады. Это приличное соотношение, которое добавится. То есть мынау 770 миллион бағаға әсер етуі мүмкін. Ол сонда өздері қоса ма сонда? Инвесторлар ғой, біз мысалы қазір Айдосқа кірдіңіз ғой, кіретін болсаңыз, там сіздікі там 1 жылдан кейін или жарты жылдан кейін ашылатын болса, өстіп ашылады ғой, түсіндіңіз бе? Міне осылай. То есть Мұрат аға, қазір сіз Айдосқа кірсеңіз, ол там 1 жылдан кейін немесе 6 айдан кейін ашамын деп айтады, 6 айдан кейін осы процент ашылады да, сіз осы проценттің ішіндегі инвестор боласыз ғой, түсіндіңіз бе? По-моему, түсінбеген сияқтысыз. Айдостың несі проекты, по идее, мемкойны ғой? Мемкойн емес, у него же кәдімгі проект қой. Игровой, да? Игровой емес па? Игровой, но у него же не игра, у него платформа, возможность, которая дает игры делать. То есть у него IT-проект. Они могут другие игры поставить туда. Да, там вы можете свою игру сделать. Любой человек может туда зайти, игру делать. А ол уже просто ойын емес қой, түсіндің ба? Это как сайт жасаудың программа сияқты ғой. Понимаете? Да. Там намного интереснее проект. Самое главное, чтобы олар өздерін айтқанын істесе болды, а так экономика жағынан, идея жағынан ұрып тұр олардың проекті. По перспективе. И просто мені не баурап отыр, біз алғашқы болып кіріп жатырмыз да ол жаққа. Потому что енді біздің жерлес болып тұр ғой. А так... Экономика деген, это значит... Общее количество монет, мысалы, мына Супрада 100 миллиардов. И оно стоит там 1 цент, да, примерно, мынау қазір Супра.
Ал айдостардың количествосы всего 800 миллионов будет. Это примерно вот столько. Міне. Ну, вот такое количество. Міне мынандай ғой, түсіндің бе? Намного меньше. И Намного цена- меньше, да. Ценность будет очень большая. То есть қазір кіріп алған адамдар өте жақсы выхлоппен шығуы мүмкін за счет токеномики. Главное, чтобы проект действительно на бирже вышел. Все, если он выходит на бирже, там очень большой будет выстрел. Ну, как мынау сияқты движение болуы мүмкін де. Мысалы, мына жерде Суpraдағы движение қандай болды? Вот декабрьда появился, он 600-700%. Это те, кто на бирже успел заработать. Это не инвестора, а те, кто поверил в Супру на старте. Мысалы, қазір біз айдоспен бірге кіретін болсақ, айдостар, смотри, какой процент там. 2600, 26 иксов, то есть 500 тысяч положил, на 26 умножай. Короче, түсіндің бе? И это прям жақсы нәтиже. Хотя у них количество намного больше, чем у айдоса. То есть мы ожидаем большего о жерде. Енді біздікі әйтеуір әрекет қой, ар жағында нәтиже қалай болады, енді рискуем, конечно. В любом случае рискуем. Так, фандерайзинг. Кім салды сонда? Қазір на сегодняшний день. Так, Арман Мырза кірді, Жансая ханым кірді. Ну и там бөлшектер көп. Біз Арман Мырза өзі тоже бөліп кіргізді, там отдельно кірген жоқ. Арман Мырза 100 мыңмен кірдіңіз, да, по-моему? Менде ана списогым алыста жатыр. Біраз адамдар кірген. Динара ханым что-то хабарласып нетіп еді, что-то Динара ханым нетпеді. Шыңғыс Мырза хочет отдельно зайти, осы айдың соңына дейін үлгерем деп тырысқан вроде бы. Короче, какое-то поступленияларын күтіп отыр. По Супре очень интересный проект. Очень интересный проект. Мен бар ғой, ана басындағы Карф пен Старкнеттің 5-терін 4-ке ауыстырып, мына 5-ті осы Суpraға бергім келіп отыр. Уже көрдің бе? Әртүрлі проекттарды салыстыра тұрып, сен уже нең өзгеріп жатыр да, көзқарасың. Бұл жаңағы Redқа қараған кезде Red сүйкімдірек болып тұр. Екеуіне тең 6 деп қоя алмай тұрмын да, поэтому мынаған 5 қояйын деп отырмын. Бірақ мен бұған 5 қойған күнде ар жақтағы Карф пен Старкнет 5 болып тұр. Оларға қарағанда Supra одан жақсы болып тұр менің ойымша. Өйткені Supraның бағасы өте төмен болып тұр да. Пафандам тоже өте свежий проект. Котировка жағынан Байбитқа шығып алды, біраз жерлерге шығып алды. В принципе, пока держится. Бұған просто нарықтың жақсы болғаны керек болып тұр, ары қарай пиер кетуі мүмкін. Ну, 5 енді 6 емес, 5 деп қоям. Неге? Өйткені баға жағы өте тиімді болып тұр. Егер прострел болатын болса, өте табыс жоғары болуы мүмкін. Но количество өте үлкен. В общем, бұларда анандай не болып тұр ғой, 3-ші, 4-ші бала сияқты ғой. 3-ші, 4-ші бала там ортаңғы бала сияқты ғой, там бала үйде 3 бала болса, ортаңғы бала сияқты болып тұр ғой. Не кенже емес, не тұңғыш емес. Короче, бұлар андай назарға күрес болады да, бұндай проекттарда бір-бірімен. Сайт вроде бы күрделі сияқты, бірақ прям енді біраз ақпараттар бар. Ну, такой европейский сайт. Европейский сайт. Бірақ бағанағы бір сайтқа қарағанда біраз ақпараты бар, вроде бы. Басылатында кнопкалары көп сияқты не мынандай. Ну и вот партнеры деп шығарған көрдің бе? Біраз нелері бар да, көрсететін регалиялары, инвесторлары. Такой живой сайт, нормальный.
Ну, пятерку ставлю, пятерка, в принципе, твердая пятерка. Где-то даже может быть шестерка, просто менде мына жерде ред пен зк тұрғаннан кейін я не могу аналарды қиып супраға назар аудара алмаймын қатты. Такой орташа проект. Так, келесі айб iBrain дейді, iBrain. Білмеймін, вроде бы интересный. Melos, Boom, это платформа, объединяющая AI-технологии. Өте свежий, количество жағы. Блин, мынаны қарашы, мынау, короче, марттың 21-і $3 болған, қазіргі бағасы 2 цент. 99-ға құлап кеткен, наверное, даже ары қарай анализ жасамаймын. Это, ну, блин, это прям скамға ұқсайды. Түсінікті ма? Бар ма біреу? Бармыз. Иә, түсінікті. Короче, скам сияқты, өйткені шыққаны міне кеше 99%-ға баға құлап кету деген, это несерьезно. Это очень несерьезно. Короче, мынау даже бір қоймаймын, это даже изучать не будем. Ну, давай для интереса на токеномикасын несін қарай салайыншы, сканер арқылы холдеры. Біз проекттер қарамаған сияқтымын. Да, холдер көбі бір адамның қолында тұр, беш? 75. А қалғандары міне 001, 001. Ну, блин, максимум $10 салушы едім мына проектқа. Короче, сонда одан артық емес. Это прям потолок. Если мен ЗК-ға там, допустим, $100, $1000 смело салатын болсам, Редқа примерно $100 салатын болсам, Супраға $100 салатын болсам, мынаған $100 сала алмаймын мен. Неге? Өйткені енді ненормально, что проект за неделю потерял 100% цены. Это типа, это несерьезно. А мына жерінде олар қандай нәрсе жаза берсін, ол уже андай бос әңгіме оқып тұр ғой, түсіндіңдер ме? Просто бос сөз болып тұр да. Не важно уже, какой сайт там. Ну вот, вроде сайта... Это как резюме дейсіз, да? Я, анау, бағаны ұстау керек қой, өзіне сенімді. Хотя сайттары, қарашы, өте қызықты. Сайт өте такой, қымбат деп айтсақ та болады. Сайт өте қызықты. Жаңа 10 алдындағы қараған сайттарға қараған кезде, мына жерде уже белгілі ғой, қандай ел жасап жатқанын. Скорее всего, китайцы, это китайцы, видишь? Бейін-бейчеймен шыққан. Хорошо, сайт біраз алды нені. Ну, блин, 100% жоғалтып алу деген өте қиын. Қайтадан сайтқа іліп кеттім. Так, телеграмын көре салайық. $90,000 июньнан. DeFi дейді. Ну, движняк, вроде есть лайки, есть комментарии, есть просмотры, есть. По-любому бірносы бар дейсіз. Ну, блин, Апасян, жарайды, 0 демей қойын, 1 балл қойсын. 1 балл қоя салайын. Только потому что живой твиттер и сайт неплохой. Ақшаларын бәрін сайтқа. Иә, сондай болуы мүмкін де, типа. Я специально ғой, наверное. Иә, андай адамдарға бүтін болып көріну үшін жасалуы мүмкін де ол.
Ну, токеномика хорошая. Просто енді бір аптада масқара ғой, считай, 21 наурызда сен миллион салдың, а ол ақшаң миллион 10 мың болып қалса, ой 100 мың, дұрыс 10 мың болып қалды, сен салған миллионың бір аптаның ішінде 10 мың теңге болып қалды. Прикинь, қандай ощущение болады сендерде? Это же масқара ғой. Вот сен $3 болып тұрған кезде сатып алдың 21 мартта Мэкста, прикинь, 1 миллионға. Түсініп отырсыздар ма? Да. А бір аптадан кейін бағасы сенің салған 1 миллионың 10 мың теңге болып қалды. Қандай ощущение болады сенде? Жестко ғой. Это как сен мына бұзауды аласың да бағасында вложение салып. И бір күні просто барады да астауға аунап құлап қалады, таңертең тұрса өліп жатыр. Пиздец қой. Сол ғой, сен оны не сой алмайсың, не там не ете алмайсың там. Емі бар, шөбі бар деген сияқты бір жылдық. Емі бар емес, анау, короче, сен бір тайынша бұзау бірдеңке сатып алдың, оны ертесінде бір аптадан кейін қасқыр жеп кетіп отыр ғой, қаңқасын не істейсің? Асығын сойып сатасың ба? Сондай болып тұр ғой, короче. 100%, 99% қалып кетіп отыр. Мынау $3 болды деймін, көке, алдыңғы аптада. Білмеймін, өте ауыр, как будто бы ана наурызға қарсы бір қадады ма екен, может, адамдарды, я не знаю, ондай. Мен түсініп отқаным да андай болады ғой, не курс өткіземін дейді де, мысалға өздерінде білім жоқ, бірақ бір мықты машина болады. Короче, адамдарды дайындап, ақшаларын жинап, короче, қораға тық кетіп отыр ғой, біраз адамдар. Миллионер қылып көрсетеді, Вот. бірақ арттарында ештеңе жоқ та. Сондай әңгімеге ұқсайды, иә. Сондай әңгімеге ұқсайды. Өйткені мына жерде енді обал ғой, енді шын, міне кеше ғана шыққан 3-17-ге дейін барған, сол кезде сатып алған адамдар бар ғой. Мына жерде бәленбай 1000 адам хомяк болып қалып отыр да, мына MX биржасында. То есть это о чем говорит? Любой жаңадан шыққан монетаға сразу үлкен суммамен кіре беруге болмайды. Өйткені мынандайға кездессең болды, сен алғашқы кірген ақша, алғашқы или соңғы проекттің болайын деп тұр ғой, бұдан кейін криптодан шығып кетеді адам. Мынандайға ілінсе. Өйткені мынандайды, иә, мынандайдан адам шыдай алмайды. Тем более новичоктар. $3 кірдің, 0,2 центтан шықтың деген масқара ғой. Кезінде ана Лунаның әңгімесі болып тұр ғой, $100 бәленбайға түсіп кеткен сияқты. Опасно, даже бір беруге қорқып отырмын негізі. Бір деп қоя салмын, біраз көрейік енді, уақыт берейік деген сияқты. Но енді өте осал да, мысалы енді просто редпен салыстырып көрейікші. Или тот же Берамен, енді жарайды, Бера демей қойын, Бера, потому что слишком крутой проект та, бұмен салыстыруға да тұрмайды. Ал мына редпен салыстырайық, екеуі мөлшері бір кездерде шықты да, бір күндік деп алайық. Тоже міне ары кетсем, міне марттың басында шыққанда, міне 1 март. Анау бір апта бұрын шыққан. Енді қара, мынаның іс-әрекеті қалай болды? Міне мына жерге дейін 300%-ға дейін берді адамдарға. Жарайды, мақұл, даже мына жерден құлашы, мына жерден құлағанның күннің өзінде 99% емес, олар жарты бағасы кетті, болды. Түгетпейді ол жарты баға деген. Өйткені мына жерде сквиз ғой, мынау 1 секундта болған нәрсе. Мына жерде көп адам алмады. Міне мына жерден основной баға мына жерде ғой, міне мына жерден былай 30%-ға арзандап тұр. Түгетпейді ол болып тұратын нәрсе. Типа любой бизнеста бар ондай риск. 30% деген туда-сюда, жолың бар, логистикаң бар, зарплатаң бар, бәрібір сондай риск болады. Ал жаңағыны алса, анан даже графигі көрінбей тұр ғой, просто жаңағы көрсеткені. iBR. Аты да ұнап тұрған жоқ, негізі. iBrain. Мына жерде Melos Boom деп тұр, монета былай, короче. Білмеймін, енді ертең өсіп жатса көзім шұқырайсыздар, бірақ қауіпті, короче. Даже қоспайым да, ары қарай қарамай қойыш. Нервыма тиіп тұр, короче, қарамай қой. Бір анандай бар, ондай бар. Сондай бірдеңке болып тұр. Мынау Клинк деген бар екен, көрейік.
фандрайзингі бар. Фандрайзинг андай ағашқалар болмаса да өздері өсіп жатыр. Февральдың 25-і өте свежий проект, нормальный ақша жиналған. Міне 3 миллион доллар жинаған. Міне кеше жинаған ғой. Өте жақсы да, ақша кеше жиналған кезде. Так, міне октябрь. Өте свежий проект. Так, мынаны уже нелерге қосып қоямыз. Биелер деген. Короче, следить надо. Әлі нарыққа шықпаған. Өте қызық проект болуы мүмкін. Аудио форматында болып жатыр. Қазір ақырындап ала беруге болады мына платформада. Мына ChatGPT платформасына кіресің. Міне баға мынандай болып тұр. Мынау примерно айдостың бағасы ғой. Көрдіңдер ме? Алғашқы жабық сатылымдар болып жатыр міне. ChatGPT-ні ме? Play Market'тен скачать етуге айтшы да, Нұреке? Play Market жоқ ау, сайттар ғой. Міне мына жерде тұрған сайттардың ішіне кіресің, тіркелесің, өз кошелегіңді белгілейсің де осы бағамен сатып аласың ғой, короче. ChatGPT, мынау Dicabot, ES, короче, қайсы ыңғайлы болады, осылармен кіріп сатып аласың. Так. Ну, проект такой неплохой, как будто бы. И нені қарап көрейік, жалпы немен айналысады, идеяларын, кто они. Для разработки Web3 на основе и искусственного интеллекта, способствующий созданию криптовалютного богатства благодаря своей многоцепочной партнерской технологии интеграции. Клинк управляет двойной экосистемой. В общем, айтишниктардың проекты в любом случае. Base деген жеке блокчейн, өзі Base'дің блокчейні бар. Давайте несін көре салайық, токеномикасы не отқан. Бұл көрінбе, бәрі бір жерде тұр, өйткені әлі ешкімге сатылмаған. Бұл понятно. Бұны алғашқы сатылымы ана жаңағы 4 платформада болғалы жатыр. То есть өте свежий проект болып тұр. Бұл анандай бір көрсеткіш деп айтпаймын, анандай ойбай лохотрон деп айтып отқан жоқпын. Просто новый проект әлі нарыққа шықпаған ғой, ешқай жерде сатылмайды, только жаңағы 4 жерде определенный количество сатылғалы жатыр да. То есть айдостар сияқты ғой, грубо говоря. Так. Так, сайтын, твиттерін көре салайық. Мә, сағат 12 оқет, мен бірінші бетімді бітірмедім ғой. Твиттерін көрінбей тұр. Веб-сайт. Connect Wallet. Болса мен жатам, ерте тұру керек, жолға шығам. Наверное, бәріміз өшіре береміз ғой деймін эфирді. Мәсәл. Шығып кеттім бе мен? Естіліп тұр ма? Ана вкладкаларды жабам деп өшіп толы өзім шығып кеттім ғой деймін. Так. Естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Арман мырза, айып етпесеңіз, наверное, бізді эфирді тоқтатайық, өйткені уже қанша болып кетті? Біраз болып кетті. Бол